Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сиропсыз мохито әзірлейтін боламыз. Сиропты қажет етпейтін, сарыағашпен жасалатын өте дәмді, ерекше мохито әзірлейтін боламыз. Бізге керек заттар: лимонның жарысын ғана пайдаланамыз, лайм, киви, жалбыз, қант және сарыағаш. Осы барлық заттарды блендерден өткізіп алатын боламыз. Ең алдымен лаймның жартысын 4-ке бөліп блендерға салатын боламыз. Жартысын кувшинға салу үшін алып қалатын боламыз. Лимонымыздың жартысын ғана қолданатын боламыз. Ортасынан тең бөліп, жартысын алып қоятын боламыз. Енді жарты бөлігін ортасынан тең бөліп, 2-ке бөліп, жартысын кувшинға, жарты бөлігін блендерға салып алатын боламыз. Жалбызды осылай кесіп блендерға салатын боламыз. Енді кивиіміздің сыртын ашып, 4 бұрышты етіп турап, бұны да блендердің ішіне салып алатын боламыз. Осы барлық заттардан 1 литр мохито шығатын болады. Енді блендерға қантымызды саламыз. Және де сарыағашымызды кішкене аздап құятын боламыз. Осының барлығын енді жақсылап блендерлеп аламыз. Біркелкі болу керек. Міне барлығын осылай езіп алдық. Енді кувшинімізді алып, ситоның көмегімен жаңағы массамызды кувшинға құятын боламыз. Лопатканың көмегімен осылай үстінен басып, согын кувшинға құйып аламыз. Міне осылай барлығын құйып алдық. Біздегі қалдықтары керек емес. Мохитоның салқын болғанын қаласаңыз, мұз қоссаңыздар да болады. Міне бізде осындай сұйықтық шықты. Енді ішіне жаңағы қалған жалбызымызды, лаймымызды және лимонымызды турап салатын боламыз. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне барлығын турап салып алдым. Мен ішіне мұз салдым. Енді сарыағашымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады. Ешқандай сироп қоспай-ақ, өте дәмді мохито жасайтын боламыз. Жасап көрсеңіздер болады, дәмі өте ерекше, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міне мен мұз салып, осылай әсемдеп, видеолерге ұсындым. Дәмі өте ерекше. Жасап көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен, Айдана.